Қайырлы күн. Бүгінгі бұрымды қыз 2021 байқауын тамашалаушы студенттер, қыздар, қатысушылар кешіміздің қорытындысын жасауға, бастауға және рұқсат етіңіздер. Бұл бұрымды қыз 2021 сайысы осы ежелден колледжда әр жыл сайын өтетін осындай байқау. Бұл байқаудың мақсаты біздің ұмыт болуға айналып бара жатқан төл мәдениетімізді, салт дәстүрімізді және ақылды да, ажарлы, дарынды да, талантты бұрымды қыздарды осы колледж ішіне таныстыру және үнемі шаштарын күтіп ұстауға, тазалыққа, қазақилыққа тәрбиелеу. Енді сіздер өздеріңізді алдын ала таныс болғандай, байқаудың шарттары болған. Ол 3 кезеңнен тұрды. Бірінші шарт — қыз еркем, шашымен көркем. Әрбір қатысушы қыз бала, 5 қыз бала бізде видео таныстырылымды жіберілді. Ол сайыстың нәтижесі әрине онлайн түрінде жіберілген әділқазылар алқасының шешімімен бағаланды. Екінші кезең ұлттық үлгідегі киім мен шаш үлгісінің үйлесуі. Бұған презентация, слайдтар жасау керек болатын. Оның өзінің критериялары, талаптары болды. Ол да тексерілді. Үшінші зерделінің ойы озық. Ең кеше өздеріңіз көрдіңіздер, қазақтың салт дәстүріне шаш қою, шаш туралы мақал, мәтел, тыйым сөздер және де өздерің естімеген әлемде қызық сұрақтар болды. Солардың жауабын ала отырып, тәрбиелік мақсатта көп өздеріңізге білім алдыңыздар және қорытындысы шығарылды. Ендеше осы қатысқан қыздарымыздың жіберген тек қана видео таныстырылымын ғана тамашалауға сіздерді шақырамын. Менің есімім Сыздықова Аида Ержанқызы. Мен 21 тобының студентімін. Менің айтайын деп отырғаным өзімнің өскен ортамда және күнделікті шаш күтімі туралы айтамын. Біздің отбасымызда шаш күтімі туралы айтатын болсам, аптасына 2 рет өзіміз қолданып жүрген сусабынға 1 жұмыртқа, 1 ас қасық желатин және 1 шай қасық коньяк қосып, көпіршітіп араластырып алғаннан кейін бұл қоспамен басымызды жуамыз. Желатин мен жұмыртқаның құрамындағы ақуыз шашыңызды қалың әрі жылтыр етеді. Неліктен жұмыртқа, коньяк қосып жуады десеңіздер, желатиннің құрамында крахмал, желе, ванилин, цедра бар. Ал коньяктың құрамында биологиялық заттар бар. Кейбір биологиялық заттар адамның денсаулығына пайдалы. Ал жұмыртқа 73,6% судан, 12,8% белоктан, майлардан, көмірсулардан, минерал заттардан тұрады. Аптасына 1 рет сусабынға 2 ерегіш аспирин салып жусаңыз, сіздің шашыңыз тарағанда оңай таралады. Және де аспирин басыңыздағы қайызғақтарды да кетіреді. Және де біз сусабын алғанда оның құрамында ақуыз болғанын қадағалаймыз. Себебі ақуыз шашты нығайтады, қалың қылдырады және жылтыр рең береді. Сусабын алғанда міндетті түрде бальзам аламыз. Және де бальзам тек ешкінің сүтінен жасалуы қажет. Ешкінің сүті
шашты біріншіден өсіреді, екіншіден шашты қалыңдатады және де шашты ұшталудан сақтайды. Және де ешкінің сүтінің құрамында энергетикалық құндылығы 66,7 калория. Және де майлар, көмірсулар, тағы да басқалар жатады. Ешкінің сүтінде ең маңызды А, С, В1, В2, В6, В12 витаминдері, амин қышқылы ферменттер бар. Сондықтан ешкінің сүтіне жасалған бальзамдар немесе сусабындар қолданған жөн. Шашты жуғанда бір ғана ережені ұстануымыз қажет. Меніңше сусабынды аз қолдануға тырысамыз. Егер көп жаққан жағдайда шашқа артық салмақ түсіп, құрғатып жібереді. Сусабынды шаштың барлық ұзындығына жағып жумаймыз. Оны тек шаштың түбіне жағып қана жуамыз. Жуған кезде сусабынның көпіршігі соңына қарай ағады. Бұл оларды жуу үшін жеткілікті. Сусабынды жуысымен кетіру қажет. Өйткені ыстық су шашты құрғатып, қайзақтардың пайда болуына әсер етеді. Тағы да бір айта кететінім, өзіңіздің жеке тарағыңыз болу қажет. Егер сіздің тарағыңыз лас болса, сіздің шашыңыз ластанып, майлануы мүмкін. Және де шашыңызды жуғаннан кейін шашыңызды шаш кептіргішпен кептірудің қажеті жоқ. Себебі шаш кептіргіш сіздің шашыңыздың түбін құрғатып, шашыңызды ұштатып, қатты қылдырады. Өзімнің өскен ортамдағы шаш күтімі туралы толық айттым деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Келесі сайыскеріміздің тыңдауын тамашалайық. Таныстырылымының, өзінің видео таныстырылымын. Қайырлы күн. Менің есімім Айша болады. Мен 20 тобының студентімін. Қазір мен өзімнің шаш күтімім туралы сөз қозғайтын боламын. Шашым ұзын болған мен, оның бір ерекше құпиясы бар деп айтуға болмайды. Күнделікті өмірде мен қарапайым сусабын мен қарапайым шашқа арналған бальзамды қолданамын. Егер осы күнге дейін ұққан басты қағидаларды айтатын болса, біріншіден ол дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану тек біздің денсаулығымызға ғана емес, біздің бет-әлпетіміз бен шашымызға да өте маңызды. Екіншіден ол шашты кептіру. Шашты табиғи жолмен кептірген дұрыс. Бірақ егер мен үлгермей жатсам, немесе басқа да бір себептермен шашымды фенмен кептіру керек болатын болса, мен ең алдымен термоқорғанысы бар әртүрлі сывырткалар мен спрейларды қолданамын. Соның нәтижесінде шашым оңай таралып, жұмсақ әрі жеңіл болады. Тағы бір айта кететін нәрсе, ұйықтар алдында шашымызды осылай өріп ұйықтаған дұрыс. Осылай біз шашымызды сынудан қорғап қаламыз. Бар айтарым осы. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет. Келесі видео таныстырылымды тамашалайық. Желкіл деген тұлымменен бұрымды, кие тұтқан ата-бабам бұрынғы. Жанар тайық дәстүрлердің қазақтың, жас ұрпаққа бүгінгі таңда білімді. Ұзын шаштың әр талына бақ қонған, киесі оның тайдырмаған нақ жолдан. Қазақ қызын жөргегінде әлдилеп, алтын қара сұлу шаш деп ат қойған. Мен 22 тобының бұрымды қызы Сабина Сәбетканова боламын. Шаш күтімі. Шашты жуғанда бір ғана ережені ұстанған дұрыс. Ол мейлінше сусабынды аз қолдануға тырысу. Егер көп жаққан жағдайда шашқа артық салмақ түсіп, құрғатып жібереді. Сусабынды шаштың барлық ұзындығына құймау керек. Оны тек шаштың түбіне жақса болғаны. Жуған кезде сусабынның көпіршігі соңына қарай ағады. Бұл оларды жуу үшін жеткілікті. Сусабынды жылы сумен кетіру қажет.
Өйткені ыстық су шашты құрғатып, қайсақақтардың пайда болуына әсер етеді. Содан кейін барып, бальзам шайғышпен шаямын. Бальзам шайғыштар шашқа жұмсақтық пен олардың жақсы таралуын қамтамасыз етеді. Олармен әрдайым қолдануға тырысамын. Желкіл деген Келесі бейне таныстырылым қыз еркем, шашымен көркем. Келесі қатысушымызға кезек берейік. Тамашалайық. Армысыз қалайық. Мен аты жөнім Тілеген Қысфарда. Мен 21 тобының студенті Тілеген Қысфарда боламын. Бүгін шаш күтімі жайлы айтсам. Біріншіден, су сабынды аз қолданамын. Себебі ол құрғатып, артық салмақ түсіреді шашқа. Екіншіден, су сабынды жуғанда жылы сумен жуамын. Үшіншіден, басымды шайып болған соң минералды сумен жуамын. Ол шашты жылтырлатуға көмегін береді. Төртіншіден, әртүрлі бальзамдар мен маскалар шашыма жағамын. Себебі соның арқасында шаштарымыз әдемі әрі жұмсақ болады. Шаштың құрылымын жоғалтып алмау үшін жоғарыдан төмен қарай тараймын. Сол кезде шашым түспейді. Енді Армысыз қалайық. келесі таныстырылымға қыздар, қатысушылар назар аударайық. Келесі қатысушымыз тамашалайық. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Тілеуғазин Айгүлім. Мен 21 тобының студенті болып келемін. Қазіргі уақытта мен Рүмбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжінде оқып жатырмын. Қыз еркем, шашымен көркем дегендей, қыздың көркі шашы дейді. Әйел затының шашы жалпы ұзын болады. Және де оны бұрын заманнан күту үшін әртүрлі жағдайларды қолданған. Мысалға, бұрынғы кезде шаш қатты және де қалың болып өсу үшін айранмен жуған шаштарын. Айранда жалпы өте қажетті элементтер бар. Сол элементтер арқылы шаштың қалыңдығын және ұзындығын жақсы өсірген. Және де бұрынғы заманда сол шашты осындай қазіргі заманға сай жағдайлар болмағандықтан олар далада осы айранмен жуып жатқан. Ал қазір бізде мүмкіндік болғандықтан біз үйде жуамыз. Біз жуғанда осы үй температурасымен қатты ыстық суда емес, қатты салқын суда емес, комнаталық температурадағы сумен жуымыз қажет. Менің шаш күтуім. Негізі шаш күтуге әртүрлі су сабындар қолданылады, немесе әртүрлі бальзамдар және де тағы басқа.
және де шаштың қазіргі заманда шаштың қалыңдығын және де ұзындығын қаттылайту үшін әртүрлі заттар шығарылып табылған. Бірақ олар өте қатты пайдалы деп айта алмаймын, себебі онда көп химикаттар бар. Сондықтан бұрынғы заманның ата-бабаларымыз ойлап тапқан рецепттермен шашты күту өте тиімді деп санаймын. Бұл менің жеке ойым. Осы әйел шашы ұзын, ақыл қысқа дегендей, әйел шашы әрдайым ұзын болып жүруі қажет. Және де әрдайым өрілі, күтімді болуы өте тиіс, себебі бұл әйелдің көркін шығарады. Және де өте маңызды ескерту, шашымызды жуғанда, жатарда сол су шашымызбен жатпауымыз қажет. Себебі ол шашымыздың қалыңдығы және де ұзындығын жейді. Мысалы, егер жатқан кезде сіз міндетті түрде кепкен шашпен жатыңыз. Мысалы, егер кеппей жатса, онда әртүрлі қазіргі заманға сай фен деген құрылғылармен қолдануға болады. Шашымызды күту үшін өте жақсы температурада ұстап, оны әрдайым өріп, жақсы ортада ұстауымыз қажет. Назарларыңызға рахмет. Не білесің қазақ қызы жайында, оған серік болуға ердайын ба? Қазақ қызы сұлулардың сұлуы, жұлдызыңмен тең келмейтін айында. Үлкенменен сыйлайтұғын кішіні, аялайтын асыл деп әр кісіні. Қазақ қызы қасиеттің тұмары, жаны таза күндей көркем мүсіні. Намыс жігер бойда қызу қан барда, армандасаң қазақ қызын арманда. Сүйсең жігіт қазағымның қызын сүй, бағаласаң қазақ қызын бағала. Сонымен, қымбатты қатысушылар және көрермендер, бүгінгі сайысымыздың қорытындысын шығару мәресіне жеттік. Әрине, шынында да жаңа өлең жолдарында өздерің естігендей, қазақ қызы сұлулардың сұлуы, қазақ қызы қасиеттің тұмары деп шынында да ақын ағаларымыз бекер айтпаған екен. Осы себепті дәл осындай атқа лайық бүгінгі колледжіміздің аруларын, жеңімпаздарын марапаттауға рұқсат етіңіздер. Әділ қазылар алқасы осы 3 кезеңді бағалай келіп, Төлеуғазина Аяулым 20 АДЖ1 тобының студентін алғыс хатпен марапаттайды. Наурыз мерекесі қарсаңында өткізіп отырған Бұрымды қыз 2021 байқауына белсене қатысқан үшін Аяулымды құттықтап қояйық, алғыс хатпен марапатталады. Келесі, үшінші орынды 20 ИАШ тобының қызы, Бұрымды ару қызы Ғазизова Айша иеленді. Қол шапалақтап, марапаттап қойық. Дәл осындай мәтінде мадақтамамен марапатталады. Екінші орынға 27 тобының студенті Бұрымды қызымыз Садықова Аида иеленді екінші орында. Бірінші орынды Сабитқанова Сабина 20 ИА2 тобының студенті ие болды. Бас жүлдені тілеген қызы Фарида, осы бүгінгі Бұрымды қыз 2021 аруының бас жүлде иегері болды. Сонымен қатар біздің колледжіміздің атынан сіздерге мектеп директорының ұсынған осы марапаттармен қоса ақшалай сыйлық бар. Олар әрқайсыларыңыздың жеке счеттарыңызға, есеп шоттарыңызға жіберіледі. Рахмет қатысқан қыздарға және көрермендерге көп рахмет. Оне? Рахмет көп. Тағы да айтатындарыңыз бар? Фаридаға сөз берейік. Осы туралы қандай ойда қалдыңдар? Бүгінгі Бұрымды қыз сайысы барлықтарыңа қандай ой қалдырды? Және
сайысқа қатысқан қыздардың ішінде қазақтың салт дәстүріне байланысты жақсы сөздер болды, тәлім тәрбие алатын ұлағатты сөздер, өздерінің өмірлерін алатын мәнді сөздер болды. Айта ғой, сөйлей ғой. Фарида? Сөз бергеніңізге рахмет. Осындай бұрымды қыз атты сайыс ұйымдастырып жатқаныңызға өте көп рахмет. Тәрбиелік мәні өте зор. Біз өзімізге деген шаш күтімі жайлы, шашты қалай күту керек, қазақ қыздары қандай шашты өріп жүру керектігін бәрін миымызға қондырдыңыз. Көп рахмет осындай сайыс өткізгеніңізге. Және де бірінші орын бас жүлде бергеніңізге рахмет. Бұны Әділ қазылар алқасы колледждің әкімшілік ұйымынан шешті. Сендерге де көп рахмет. Осыдан бұлай жалындырмай барлықтарың осындай сайыстарға белсене қатысуларыңды сұраймын. Мынандай марапаттарға ие болдыңыздар. Ду қол шапалақтап құрмет көрсетіп қояйық. Тағы да ақшалай марапаттар бар сіздерге. Оны маған жеке осы чатқа жібересіздер. Қай жерге Каспийдің несіне қай счет номерларыңызды соған аударамын. Ол колледждің атынан. Көп рахмет қыздар, балалар. Кіріп отырған біздің жігіттеріміз де болды. Жаңа Жігерге сөз беруім керек. Жігер, саған сөз берейін деп отырмын. Осы қыздардың ішінде көріп отырсың ғой. Тұрсынов Жігер. Жігер, жақсы, жарайды, Жігердің сөйлегісі жоқ. Тағы сөйлейім дегендер бар ма? Арзыгүл, сен не айтасың? Арзыгүл. Қалыңыз қалай мұғалім? Иә, айта ғой. Мен біріншіден барлық қыздарға айтарым, жарайсыңдар, видеоларыңды бәрін көрдім, өнерлерің ұнады, қатысқандарыңа рахмет. Және де өзімнің тобымнан қатысқан Фарида, жарайсың, құтты болсын жаным, бәріміз қуанып жатырмыз. Осылай барлықтарыңыз қатысып, сайыстарға қатысып, өздеріңіз көрсетіп отырыңыздар. Барлық қыздарда жақсы өнер көрсетті. Алған орындарыңыз құтты болсын, тағы да қатысып жүріңіздер. Жақсы, рахмет. Сау болыңдар. Ендеше көріскенше күн жақсы. Келесі сайыстарға кездескенше. Сау болыңыз.